Мен бүгін тілме мойын ойындысын жасайтын боламын. Ол үшін осындай булочканы және матаға флизелинді жабыстырып алдым. Қазір мен деген жалпы 8 сантиметрді алдым ені бойынша, және де төменге қарай тура ортасынан 10 сантиметр алдым. Сол 10 сантиметрдің екі жағынан мен 5 миллиметрдан тігіс жүргізетін боламын. Және де тігіс жүргізіп болғаннан кейін екі жерінен мен бүктеп тігемін, немесе оверлокпен обработка жасаймын. Қазір мен осының ортасын тауып, белгілеп алып, ортасынан тігіп шығамын. Неге бағана айтқандай, мен екі жерінен тігіп шықтым. Енді қазір тура ортасынан қайшымен кесетін боламын. Неге мойнымыз дайын болып қалды, енді осыны қазір түкпен басып шығамын. Неге тілме мойын ойындысы дайын болды, түктегенде осылай шығу керек. Енді бұның тек қана шетінен оверлокпен обработка жасау керек. Назарларыңызға рахмет.